Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, менің парақшама тіркеліп, және де видеоның соңына қарап, пікіріңізді қалдырып, лайк басып, және де рецепті ұнаса сақтап, достарыңызбен бөлісіп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгін осылай езілген өріктен немесе езілмеген өріктен осындай үй жағдайында сок жасайтын боламыз. Бұл сокты қайнатып, қыста ішсек өте керемет болып шығады. Табиғи, өте дәмді, таза сок болып шығады. Қыста мұздатып ішсеңіздер өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен біз өзімізге керекті өріктерді осылай жақсылап, тазалап, жуып алатын боламыз. Барлығын жуып алғаннан кейін міндетті түрде ортасындағы дәнегінен ажыратып алатын боламыз. Ол міндетті, бізге дәнегі керек емес. Өріктеріңіз егер езіліп кеткен деп уайымдасаңыздар, еш қорықпай олмен де істей берсеңіздер болады. Осылай барлығын арасын ашып алып, сосын одан кейін өзімізге керекті өрікті алғаннан кейін екеуін теңге екі ыдысқа бөліп алдым. Бұл жерде менде 2 килодай өрік. Осылай 2 ыдысқа бөліп алғаннан кейін үстіне су құйдым. Су құйып, осылай блендердің көмегімен жақсылап езіп алдым. Барлығын езіп алғаннан кейін қазанымызға біз осылай сүзгіштің көмегімен сүзіп алатын боламыз. Негізі сіздерге айта кететін жайт, үлкендеу сүзгіш болса тіптен жақсы, уақыттарыңыз алмайды. Менде осында кішкентай сүзгі болғаннан кейін осылай біраз уақытым кетті. Осылай жақсылап барлығын сүзіп аламыз. Егер үйлеріңізде пияздың қабы болатын болса, немесе марлы болса, солай сүзіп алсақ болады. Барлығын сүзіп болғаннан кейін қалған қалдықты да тағы бір сүзіп алатын боламыз. Одан кейін біз қазанымызға тағы да үстіне бір ожауда су құямыз. Осылай су құйғаннан кейін жақсылап қайнайды. Қайнағаннан соң көбігін алып тастаймыз. Сосын дәміне қарай шекер қосатын боламыз. Негізі барынша тәтті қылсаңыздар, сіздердің банкаларыңыз еш атылмайды, қорықпайсыздар. Егер сіздердің банкаларыңыз атылып кетуі мүмкін, соктарыңыз қышқыл болған жағдайда. Сол себепті банкаларыңызға атылмау үшін жақсылап қайнатқандарыңыз жөн, және де тәтті болғаны дұрыс. Одан кейін біз крышкаларымыз бен банкаларымызды қайнап тұрған суда жақсылап бұқтырып алатын боламыз. Осылай бұқтырып алып, сосын банкамызға согымызды құятын боламыз. Бұл жерде менде 2 литрден 2 банка және де 1 литрден 1 банка шықты, яғни 5 литр сок шықты. Осылай банкамызға құйып, жақсылап видеодағыдай жапқышпен банканың аузын жаба аласыздар. Егер бірінші рет банканы бұрап тұрған болсаңыздар, ең алдымен банкаға крышканы қойғаннан кейін жапқышты қойып, ең алдымен осылай банканың үстіне крышкамызды қойып, ақырындап қыса отыратын боламыз. Бірден қысып бұрайтын болсаңыздар, сіздердің банкаларыңыздағы крышканың резинасы шығып кетуі мүмкін. Сол себепті ақырындап отырып қысатын боласыздар. Мінекей қыздар, осылай керемет қысқа үй жағдайында сок жасап көрсеңіздер өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасауға кеңес беремін, өйткені өте керемет болып шығады екен. Ас болсын, сіздермен болған Алтынай. Менің парақшама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. YouTube каналымда бұдан да басқа көптеген рецепттерін көре аласыздар. Ас болсын.